Жаңалықты естіген боларсыздар. Бірақ мұндайға ешқандай нәрсе дайындамайды. Үлкен бөгет құлады және төменгі жақтағының бәрі бір сәтте өзгерді. Бөгет миллиардтаған галлон суды ұстап тұрды. Ол қалаларды электрмен және энергиямен қамтамасыз етті. Тұтас аймақтарда суаруды қамтамасыз етіп, егіншілікке мүмкіндік берді. Инженерлер бақылау пультінде қауіпті жарықтарды байқады. Төтенше дабылдар барлық жерде шырылдады. Бірнеше сағат ішінде су ағатын жерлер опырылып түсті. Төмен қарай су тасқыны ағып кетті. Көп үйлер толығымен суға батып қалды. Жолдар қиратылып, өткелдер жойылды. Егістіктер мен алқаптар да су астында қалды. Елді мекендермен байланыс үзіліп қалды. Адамдардың күнделікті өмірі түбірімен өзгерді. Ғалымдар бірінші себебі ретінде құрылымдық ақауларды айтады. Екінші себеп қатты су тасқыны. Үшіншісі жөндеу жұмыстарының кешігуі. Қалпына келтіру жұмыстары жылдарға созылады. Қайта құру миллиардтаған қаржыны қажет етеді. Бұл климатқа қатысты сабақтарды көрсетеді. Жобалау мен инженерлік шешімдер туралы сабақтар маңызды. Жауапкершілік пен есеп беру өте маңызды. Аман болыңыздар. Хабардар болып тұрыңыздар. Бұл ақпаратты бөлісіп, адамдарды оятыңыздар.